24 мамырда басталған үйге кезекке тұрған болсаңыз, сіз сайттан уже кезекке тұрғандығыңыз туралы информацияны көре аласыз. Ол уже доступно. Любой интернет-браузерге өркен отбасы банк KZ деп жазасыз. Сізде отбасы банк өркен KZ сайты ашылады. Ағылшын тілінде жазсаңыз, сайтқа кіре аласыз. Сайтта главная страница ашылады. Ол жерде только проверить статус деген синий батырма тұрады. Сізден тек қана сіздің иініңізді сұрап тұрады. Иініңізді набирать етесіз қазақша жасайын и проверить статус батырмасын бассаңыз, қандай статуспен тұрдыңыз, қай күні тұрдыңыз және қай облыс, қай ауданға қарайды сіздің кезегіңіз, сол туралы данныйыңыз шығып тұрады. Ол білесіздер, өткен видеода айтылған, сіздің үйге кезекке тұруыңыз, ол сіздің постоянный пропискаңызға байланысты. Алматы облысы болса, сіз Алматы облысының районының кезегіне тұрдыңыз деген сөз. Міне, мысалы, 25 май күні берілген заявка, еңбекші Казахстанский район, Алматинский область, категория не определена, подкатегория тоже не определена. Получается, бұл кісінің ешқандай да инвалидность, көп балалы, ешқандай категориясы жоқ деген сөз.